Ассалаумалейкум туғандар, бұл үйге 2 слой ротман тартып отырмыз. Азыр подробно қысқа нұсқа түсіндірем. Кіргенде бұл жер холл, бұл жақ кухня болады. Бұл жақ екінші комнат. Моға оқшаған немен үсті, айнектің үсті, егерде тақта қойып қойса, айнек ешіктерге Эми гипсокартон менен тегізеш, бұл отдельно бау болып қалады. 1000 сомдан болады, егерде тақта болып қалса. Моға оқшаған жерлерді өзіз қылабыз. Сәл көріңіздер, мына жерлерде. Себептен бұл откозға кіреді. Ешік айнек глухой саналады, ошон үчүн. Мысалы, мына жерлер біз өз үсті толтырамыз. Үсті жағына 1000 сом қосылып қалады. Мынандай жерге 1,5 сомдан қосылып қалады. Себептен мына көріңіздер да 40 сантиметр. Эми профиль менен гипсокартон менен тегізеп шықтық. Бұл жақтағы 50 сантиметр. Бұл жерлер уже бекерлі болады. Себептен бұл откозға кіреді. Бұл жақтан гипсокартон болады. Тегізеліп. Бардығына тақта қойған екен. Тегізеп шықтық. Бұның үстіне гипсокартон үстіне 2 слой ротман тартылады. Шу туғандар, каналға подписаться болыңыз, лайк басабыз, сұрлар болса береміз. Уста керек болса зарайына байланышқа шығасыздар. Бізде мындай бірінші зона қылып тақта алып тұрып, жалашаны іште керегіне 1000 сом қотарасыздар. Барып балашы, бабашы алғанда сіздің заказыңыздарды алған болам. Ал сіздерге 2000 сом. Бірінші қотарылған 2000 сом, 1000 сомды бабашы алғанда қосып қойсыздар. Февралдың 20-сында, июльдың 20-сына шейін дата толған. Қышында 12 заказ алып алдым. 2 бригадаға 6-дан. Ошоға заказ берем десеңіздер, июльдың 20-сына гарантировка ала бересіздер. Сенаса келсек, бір слойды 120 сомдан тартабыз, 2 слой тартылады, берге ротман 240 сом болады. Мысалы, бұл жердағы ешкі размер емес, чоң қойылып қалған. Бұның үсті дағы жоқ дегенде 15 сантиметр еме болады, тосылады гипсокартон менен.